Армысыздар дақтаған қадірлі көрермен, бүгінгі хабарымыз ұлттық өнер тақырыбына арналмақ. Біздің студиямызға Алматыдан жерлесіміз композитор Мүбәрак Салықов ағамыз келіп отыр. Мүбәрак ағамыз шығармашылық ғұмырында 200-ден астам ән жазған адам. Бүгін Көкшетау топырағына, оның ішінде өзінің туған жері Кіндік-Қана атанған Еңбекшілер ауданына қонақшылап келген жайы бар екен. Солай ма, аға? Келген қадамыңыз қайырлы құтты болсын. Көкшетау негізінен өнердің ордасын тіккен өлкесі. Біржан бабамыздың ән салған Еңбекшілер ауданының аумағынан, Жөкей көлінің жағасынан сіздер сияқты талант иелері бүгінгі күні шығып жатса, оның 50 жыл өміріңізді Құдайға шүкір осы ұлттық өнерге арнаған шығарсыз. Соның барлығы бабаларымыздың заңды жалғасы сияқты, оның ішінде арқаның әншілік дәстүрі дейтұғын үлкен бір өнердің парасы бар. Міне сол жолда аянбай еңбек етіп келе жатыр екенсіз. Ал енді жұртқа мәлім тұстары болуы мүмкін. Өзіңіздің шығармашылық жолыңызды аз кем айтып өтсеңіз. Мен енді бұл елімнің азаматтары мені жақсы таныр деп ойлаймын. Өйткені осы менен үшінші рет па телевидениеден кездесіп отырмын халқыма. Ал енді мен жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, туған елімді, жерімді. Содан бері мен енді бала кезден ертеде кеттім елден. Содан бері қарай шет жақта жүрмін. Бала кезде әкеміз армияға кетті. О кезде мен 10 жаста қалған бала едім. Мінекей одан бері қарай қаншама жылдар өтті. Одан бері 60 жылға өтті. Әлгі соғыстың біткеніне болды ғой. Мінекей бізде 70-ке келіп қалдық. Ал енді шет жақта жүргеннен кейін мынау творчествоменен айналысқаннан кейін мына еліңді, жұртыңды, мына сіздерді сағынғандықтан неше түрлі адамның ой толқыны басталады шетте жүріп. Сонан кейін сол Көкшетау, көкшем менің әндері шығады. Сағыныштан шығады оның барлығы. Тегіннен тегін әшейін жай еркеннен айтыла салмайтын нәрселер мұның барлығы. Сонан енді бұл ағаларың шет жақта жүрсе де, әлгі кезінде оқымай қалсақ та, сол Құдайдың берген сүбік оқиған талантының арқасында бір талай әндердің авторы болдым. Бір талай мықты деген көрнекті қазақтың бетқұстар ақындары менен творчестволық бірлестікте болдым. Мен сол үшін бақыттымын өзім санаймын. Әндеріңіз негізгі тақырыбы қандай? Менің әндерімнің тақырыбы енді мына кезінде болды патриоттық деді. Содан кейін мына махаббат жайында, содан кейін мына қалалар жайында, әсем қалалар, мына ел, жер туралы, сол сияқты әртүрлі тақырып деген көп онда. Содан кейін мына ақындар мына Бурабайға демалысқа келеді екен. Мысалы, солар келеді, ай Мүбәрак, сен өзің көкшенің азаматы екенсің. Ән шығарып жүргенсің. Сен осы менің мынау әнімді көріп берсең қалай еді? Мен Бурабайға демалысқа барғанда шығарған мынау бір осылай өлеңіме дейді ғой. Иә, өлеңіме де енді осыны бір көріп берсең қалай болады? Жарай, осыны айтқан Сырбай Мәуленов еді. Содан кейін ол да Көкшетау деп қойған екен. Мен енді жарайды, бәрі де Көкшетау дейді, аға, осы сіздің тақырыбын өзгертсеңіз қалай болады деп, осымен келісіп, марқұм болып кетті. Соны Көкше суреті деп ол кісі атады. Соны мен 60 жылдығында айтып беріп едім. Сырбай Мәуленов ақынның. Ол кісі марқұм болып кетті. Кеше мінекей осы елімізден шқалықтан кезінде депутат болып сайланған Қазақстан Жазушылар одағының бірінші секретары болған Жұбан Молдағалиев. Ол кісінің бір талай творчестволық байланысты болдым. Көкшетау деген әніне, Торғай таңы, тағы сол сияқты бір талай ол кісінің нелерін. Сол сияқты көп ақындарының 30-дан астам ақындарға сөзіне өлең шығарыппын. Одан кейін олар менің әніме жазыпты. Одан кейін мынау кешегі репрессия римі өткендегі ақындар бар ғой, мынау Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов, Шәкәрім Құдайбердиев, осылардың да кітабын қарап отырып, бұғандан шығардым мен.
менің әндерім бірталай 50-ден астам әндерім халық артистерінің айтуында, бірталай өзімнің айтуымда мынау орталық радиода алтын қорында жатыр. Ол ән енді бұрын лентаға түскен ғой, барлығы лентаға жазылған. Ал енді осыны қазір неге бұлай бермейсіздер десем, мұны неге тағы дискіге жазу керек екен, қазіргі беретін. Басқа алғы передача болған, ауысып кетті. Оны жазу үшін оған средства керек, ақшаңыз болса төлеңіз дейді тағы да. Тағы келіп мына финансқа келіп тіреледі, көрдіңіз бе? Ал енді менің бірталай қазір әндерім, 100-ге жуық әндерім бәрі бар, бірақ оның нотасы жоқ. Нота жазу үшін мен өзім айтып отырмын ғой, бізде өз қой дейді. Консерваторияны бітірмеген біз. Құдайдың берген таланты бізде. Сол мен шығарамыз. Енді соны барып жазғызайын десең, бір әнге 1000 теңге, ең кем дегенде 1000 теңге. Ал енді оркестрге салатын болсаң, $150-100 кем болмайды. Міне көрдіңіз бе? Міне осындай жағдайда оның бәрін мен қайдан таппақшымын? Сонда қазіргі заманда композитор болу үшін ақша керек болды ма? Ойбай, ақша керек стол. Бұрын әлгі бізден алатын. Ол үшін бізге төлей тұғын. Қаншама әлгі категориясына қарап. Соны төлегеннен кейін өздері алып оркестрге салғызып, оны артистке айтқызып, барлығы кім айтады? Мінеке, сол сияқты болады тұғын. Қазір ол жоқ. Оны қазір шығарған әніңді әртіс іздеу керек. Оған айтқызу керек. Оны айтқызу үшін ол әртіске бір төлеуің керек. Өзің төлейсің дейді. Мен көрдің бе? Ол бұрын қалды. Не бәрі қалды. Оркестрге жазу үшін өзің төлейсің дейді. Оны мен қайдан таппақшымын? Мінекей. Сонда ән халыққа керек пе, әлде композиторға керек пе? Кім білсін, енді өзіңіздеріңіз енді ойлап көріңіз. Біз халық үшін шығарамыз ғой. Бірақ та онды қазір сондай керек қылмайды шығар енді. Сондықтан да айтпесе, ал енді ақшасы барлар әлгі шығарып жатыр ғой өздерін ұрдып отырын. Ештеңе жоқ. Міне біздің сол сияқты әндеріміздің бәрі бір көулі, жабулы жатыр. Оны қозғайтұғын, оны бізге менеке сияқты өз жетім өскен бала едім, мен күнөсін көшкен жетімін бе деп осы кезде кейден налаймын. Неге десем, мені осындай бізден шыққан мүбәрәк композиторымыз бар деп, елімнің бір белсенді ненілерім, не сондай бір адамдары, поддержка жасайтын адамдарым жоқ. Қарашы екені, Шымкенттен мысалы, ана Қалдаяқов Шәмшіні басқасын қойғанда барлығын әкеп тұрып, әндерін айтқызып әртіске, оркестрге салғызып, оны барлығын кездесу жасап, ана дворецтен айтқызып сөйтіп кетеді. Ана Талдықорғаннан, ана Жамбылдан, міне мысалы міне осы Алтынбек Қоразбаевтар. Алтынбек Қоразбаевтан бұрын шығарған мен, бұрын білінген мен халыққа. Мен осы күнге кейін қазір айтылмаймын. Пропагандасы жоқ. Мынандай сауал қойғолы маға? Иә. Жаңа Шәмші атамызды айтып атсыз ғой. Қазақтағы әннің падишасы атанғанымыз ғой енді. Қазіргі мысалы сахнадан емес, кез келген жай отырыстарда, ойын тойда халықтың бәрі Шәмшінің әнін айтады. Келісесіз бе? Өте келісем. Бұған ешкім үгіт насихат жасап жатқан жоқ. Демек, Шәмшінің әндері халықтың жүрегінен орын алған ғой. Иә. Халықтың мақамы, халықтың сарынымен шығарған ән Шәмшідей шіркін ондай. Мынау сосын Әсет, кешегі Әбілақат Еспаев, бұлар деген нағыз әннің туа таланттары бұлар. Бұлардан шыққан әндерін барлық халықтың көкейінде жатқан әндер. Бұлар менен ешкім таласуға болмайды. Біреулер айтады ғой, оқыған оқымағанға қарамайды. Менімше композитор болып оқудың ол шамасы айдырне анау алдыға нота, анау білу керек қой. Композитор бол туу керек. Оқып болмайды. Сіздің Біржан атаңызды оқымаған ғой? Иә. Біржан атамыздың, мінекей соларды айтайық, кешегі өткен күй құдірет. Күйдің патшасы, мына Құрманғазы. Ән құдіреті Біржан, Ақан, міне осылар нота біліп бекен. Нота білмейсін деп бізді композиторға кішкене баяғы төмендеу айтады. Мен осыны айтқан бір кезде Рахмадиевқа. Мені бұларды сонан композитор деп атауға болмай ма? Мен де сол сияқты халықтың ішінен сондай
ондай құдіреті менің талантым болмаса мен алдыңызға келмес едім сіздің деп сөйтіп бір кішкене айтысып кеткен жағдайымда болған. Мүбәрак аға, Иә. жалпы енді сізбен жүздесіп отырғаннан кейін көрермендердің ән дәмететіні белгілі. Иә. Сондықтан айып етпесеңіз, келесі кезекте әнге берсек қайтеді? Берсек тіпті жарайды, берейік, иә. Сөз дегенің ол бітпейтін нәрсе. Кәне, қайда еді? Арқаға кеп отырмын ғой. Өлең сөзін жазған ақын Тұманбай Молдағалиев. Әні Мүбәрак Салықовтікі. Сарыарқа ханнан бесің алтын бесік, мен келдім бүгін саған даңқын бесік. Көрмеген көп жыл бойы достар менен көп қауыштық ыстық жастай сарыарқа сары бидай тербетілген сабаға бітпес қазына әуелге тиген жер ана үлестіріп жатыр бүгін келесі орындалатын әніміз жастық шақтың қыласы. Көктем келе қаулаған, көгал кілем аумаған,
жас құлынбай қаунаушы едік шыға бере ауладан. Балқымыздай хауасы, жастық шақтың қаласы, қазақ ата баласы бір қарашы. Қызыл жасыл белдерден қызыға гүл тергенде, желпініп біз жел көңілді кергенде Ақмола. Қызыл жасыл белдерден қызыға гүл тергенде, желпініп біз жел көңілді кергенде Ақмола. Достардай топтана, кеудемізде от тола, құшағында ер жетіп ет анамыздай Ақмола. Біздер тұрған көшеде, ыстық бүгін кешеде, қуанышты сәттерін жүзеселі. Өмір қалып жолдама, қанат қақты қомдана, егеменді елдің, енді біздің ел жаңа Ақмола. Өмір қалып жолдама, қанат қақты қомдана, егеменді енді біздің ел жаңа Ақмола. Алатаудан ағыла, Қаратаудан ағыла, алтын алтай ақ жайықтан сарыарқаны сағына. Бауырластар қауышқан, жүректері табысқан, достар таптың жаңадан қуанысқан. Келешегін бастаған, кең құлашты бас қала, енді міне жарқын жаңа жас қала Ақмола. Келешегін бастаған, кең құлашты жас қала, енді міне жарқын жаңа жас қала Ақмола. Келесі орындалатын әнімнің Абылай. Өлең сөзін жазған Кәкімбек Салықов. Басқарып қазақ баласын, қандардың ханы атанған, айнала жаудан баласын, қорғаумен озған қатардан. Аруағын кетпе танымай, білмесең атын анықтан, сыянар перің Абылай, төнгенде қатер басыңа. Елдігін сақтап қазақтың, ордалы өрге туып тіккен, аңсаған мәңгі азат күн, береке бақыт бірлікпен. Аруағын кетпе танымай, білмесең атын анықтан, сыянар перің Абылай, төнгенде қатер халыққа. Бәйгеге жүріп қосқанда, саятта қыран қос ілген, белдесер жауды тосқанда, айтып жүр атын ішін
танымай, білмесең атын ханықта, сиянар перін абылмай, төнгенде қатер басыңа. Әргелес ел бұғып теңдестік, әлемде атын самғады, бүгінгі біздің дербестік, Абылай ханның арманы. Аруағын кетпе танымай, білмесең атын ханықта, сиянар перің абылмай, төнгенде қатер басыңа. Аруағын кетпе танымай, білмесең атын ханықта, сиянар перің абылмай, төнгенде қатер халыққа. Айта берейін бе тағы? Ендігі бір айтып берейін. Көкшетау өлеңін жазған марқұм ақынымыз Жұман Молдағалиев еді. Babamның көкшесі, сәкеннің көкшесі, баламның көкшесі, дүниенің жұмағы, бейнекіл көкетау, бейне жер шырағы, пай-пай шіркін Көкшетау. Көгілдір хоқ жетпес ұйқылы батыры, көлінде қол жетпес көк аспан шанары, сұлудың көзіндей мөлдірер көл саған, кірпіктің өзіндей қар орман қоршаған. Айнаны қайтесің, айна көл барында, жуады хай төсін қонақтап жарында, пай-пай шіркін Көкшетау. Көгілдір хоқ жетпес ұйқылы батыры, көлінде қол жетпес көк аспан шатыры, сұлудың көзіндей мөлдірер көл саған, кірпіктің өзіндей қар орман қоршаған. Айнаны қайтесің, айна көл барында, жуады хай төсін қонақтап жарында, пай-пай шіркін Бұлағай. Қарагер жұмбақ тас, су ішкен бұрадай, күнменен сымбаттас күміс көл Бурабай. Бурабай жәннаттай, кеңейген тыныстай, жалған қанаттай, арылмас ырыстай. Шипадан ұғызы, секілді дәру бар, секілді суғызы, жүзеді арулар, пай-пай шіркін Бұлағай. Сіміріп жүр содан, жасы бар, кәрі бар, оғадан бір саған, осында бәрі бар. Адамның көкшесі, алыптар көкшесі, заманның көкшесі, қалықтар көкшесі, дүниенің жұмағы, бейнекіл көкетау, бейне жер шырағы, пай-пай шіркін Көкшетау. Адамның көкшесі, алыптар көкшесі, заманның көкшесі, қалықтар көкшесі, дүниенің жұмағы, бейнекіл көкетау, бейне жер шырағы, пай-пай шіркін айта берейік па? Қазақта мынандай сөз бар, мақалы. Қай жердің суын ішсең, сол жердің жырын жырла дейді. 40 жыл тұрады екем Алматыда. Алматыға да шығарған бір талай әндерім бар. Соның бір әнін Алматы бас қала деген әнімді айтып берейін. Өлең сөзін жазған белгілі ақын Қадыр Мырзалиев.
елдің парағы, қиялдың қыраны. Алматы қандайда шақырып тұрады, жақсыны жайсаңды алыстан таратады. Тартады тартқандай тарихи ортаны. Болмаса болмасын бүгінде астана, сен оны қалдырма, сен оны тастама. Бәрібір ағорды, бәрібір басқалы. Алматы ақынның, сазгердің жүрегі, жұмақта жатсаң да түсің кіреді. Қаласың көрікті, қаласың киелі, тек соны қалайды, тек соны сүйеді. Болмаса болмасын бүгінде астана, сен оны қалдырма, сен оны тастама. Бәрібір ағорды, бәрібір басқалы. Алматы өзіңдей бүгінді жоқ қалды. Алматы өзіңдей бір қала жоқ әлі. Кеткендер кеткенмен айналып соғады. Көңлімнің қошында, қолыңның босанада. Сырласар оңаша, босында босында. Болмаса болмасын бүгінде астана, сен оны қалдырма, сен оны тастама. Бәрібір ағорды, бәрібір басқалы. Бәрібір ағорды, бәрібір басқалы. Айта берейін бе? Енді айтайын. Жоғалған балалар, осы кезде шетелге сатылып кетіп жатқан балалар бар ғой. Соларға арнап бір ән шығарып едім мен. Оның өлеңін жазған кәдімгі белгілі ақынымыз Мұзафар Әлімбаев. Қайран балам, қайдан табам, сол әнінді айтып берейін. Қайран балам, қайдан табам мен, түр түсіңде жадымда.
жанашырым-ау, қарашығым-ау, аласұрдым-ау, жүрсің қайда? Налазарым көп, бір хабарың жоқ, жүрсің қайда? Жаным жаюлы құшақ алып, көңілім босап, сенің өзіңді тосам, аман саусың ба? Жаным жаюлы құшақ алып, көңілім босап, сенің өзіңді тосам, аман саусың ба? Таң атқанда, күн батқанда мен жалбарынам Аллахыма, табылса деп жер бетінде бар Алла. Сұмғырылаттым-ау, шынжылаттым-ау, шырылдаттым-ау, қайран балам. Қуантарсың ба, жұбатарсың ба, жайраңға? Жаным, табылсаң ертең, қоштап аймалар үлкің, сенде жаярсың өркін, кіріп санатқа. Жаным, табылсаң ертең, қоштап аймалар үлкің, сенде жаярсың өркін, кіріп санатқа. Ұйқым-нала, ұйқым шала ғой, ертайылдым күлкіден, тағдыр қатал көк дауылдай сілкіген. Өмір қиын-ау, көңіл құйын-ау, жету қиын-ау, қалған күнде. Аман келсең, тірі көрсін арманым не? Жаным қуарып гүлдей, сергіп қуанып күлмей, кеудем қараңғы түндей шөгіп барам ба? Жаным қуарып гүлдей, сергіп қуанып күлмей, кеудем қараңғы түндей шөгіп барам ба? Енді бір тағы Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазған бір әнімді айтып берейін. Қобалжыған көңіл. Дариға-ай, жолдас қайда, туыс қайда, дариға-ай, досым қайда? Халімді сұрамай ма, жұбатпай ма, осындайда? Құдайдың көктен жауған нұрындай боп сағынғандар, мойныма алма кезек асылмайма. Құдайдың көктен жауған нұрындай боп сағыныштар, мойныма алма кезек асылмайма. Қаншама шашыраған ай, басымызды
болып ұшқан, жалын құшқан жастық қайда? Қалдартпа жастығыңда, мастығыңда енді мынау. Ит көңіл көншімей ме, басылмай ма? Қалдартпа жастығыңда, мастығыңда енді мынау. Ит көңіл көншімей ме, басылмай ма? Апырай өртінді зөк, жүрек жандағы дариғай бүйрек күйді. Домбыра безілдетші, құл жетші керек күйді. Оралып соққандай бір өткен күннің мына көңіл. Неліктен қобалжиды өрік дейді. Оралып соққандай бір өткен күннің мына көңіл. Неліктен қобалжиды өрік дейді. Енді келесі бір орындалатын әнім Мұқағали Мақатаев та кезінде еліне кішкене ренші болған ғой, соның туған күн деген, не болмаса арыз жазып кетейін деген бір өлеңіні шығарған әнімді айтып берейін. Бүгін менің туған күнім обалай, мына адамдар неғып жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзіме, тәңірден бір жарытпай-ақ қойғаны. Банкет жасап берер едім өзіме, тәңірден бір жарытпай-ақ қойғаны. Мына адамдар неғып жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей. Құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атың мінбемей. Мына жұртқа жақпады ма әлденем, бекер өмір сүргенім бе әлде мен. Халқым сенің қасиетіңді білем деп, бос өмірім өттім екен әуремен. Халқым сенің қасиетіңді білем деп, бос өмірім өттім екен әуремен. Айтамын деп қуанышың мұңымды, бас қарнаға бұрдым бәлде жырымды. Мен бәрібір өздеріңмен бір болан, өзегін өтепсең дағы ұлыңды. Тойламаса тойламасын етейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды берші маған бәйбіше-ау, болашаққа арыз жазып кетейін. Қаламымды берші маған бәйбіше-ау, болашаққа арыз жазып кетейін. Көкшеге сәлем өлең сөзін жазған Ғафу Қайырбеков.
марқұм. Бас-аяқ аспандатып бір айғайға айтатын аңыратып сол ән қайда. Кел досым Көкшетауға жол төскенде шырқайық сәлем беріп бурабайға. Қоя қойса қайтеді досым, мұның даусым келмей қалды. Мұны алып тастарсыздар. Мен енді басқа бір Көкшенің көркі деген бір әнімді айтып берейін. Оны сөзін жазған Мұзафар Әлімбаев. Қайыңы ойшан, терегі бойшан, емені қайсар, шыршасы жайсан. Жұпарын сепкен, көк нұрын төккен, Көкшетау әсем аймақ. Елдігімізбен, ерлігімізбен өлкөміз өсір жайына. Зүбәржат таулар, мүлгіген баулар, Құзбазар көлдер, көк бұйра белдер. Жұпарын сепкен, көк нұрын төккен, Көкшетау әсем аймақ. Елдігімізбен, ерлігімізбен өлкөміз өсір жайына. Туғаннан бастап әуені асқақ, Жуы жырдан бұлбұлы бір жән. Жұпарын сепкен, көк нұрын төккен, Көкшетау әсем аймақ. Елдігімізбен, ерлігімізбен өлкөміз өсір жайына. Елдігімізбен, ерлігімізбен өлкөміз өсір жайына. Болған шығар, Болсаңыз болды. Тағы да бір өлең бар ма? Тағы да бір өлең айта салыңыз. Махаббаттың қаласы. Өлең жазған Аманжол Шәмкенов. Кеуде кере жұтап таудың самалын, жарасқан жас
қай шетіне барсам дағы қаланың, қай шетіне барсам дағы қаланың. Оғалмады құлпыра түскеніме, талай жастық қостың өзің деміне. Қиыр шеттен жалғыз келген жас жігіт, екеу болып қайтып жатыр еліне, екеу болып қайтып жатыр еліне. Сені қимай жау таңдайды қарашы, қалып бара жатқандай бір анасы. Ұмытар ма олар сені қаламады, жастық шақтың махаббаттың қаласы, жастық шақтың махаббаттың қаласы. Енді бір ән айтып берейін. Бұны айтқан сияқтан бұрын. Көкше суреті. Өлең сөзін жазған марқұм Сырбай Мәулен. Таласа таңның түріп бұлыңғырын, бірінен бір асырып сұлулығын. Көк таулар, күмбез таулар, кербез таулар, орманнан тартқан керіп шымылдығын. Көкшеде көп жұмбақ бары ойланатын, қияға қақтыратын ой қанатын. Билеген бикештердей қайыңдар бар, ел оны биш орман деп қойған атын. Оқ жетпес әуелді оқшау жаралғандай, өріліп тастардан тек қаланғандай, соққандай оқ жетпесті өмір бойы, табиғат ешбір затқа алаңдамай. Құйылған көк тастардан ұлы толған, көкшені болмай ешбір ұмытуға. Тоңсегір топырағы кеудемін ашып, дайынмын жүрегіммен жылытуға. Көкшетау көп аңсаған қиял елдің, қалайша көкірегіміз сияр менің. Шөлдесі собыр жердің көктерегі, көпсінбей көз жасымды құяр едім. Әр жердің үкілігін бар еркесі, тұңғиық терең көлі тауыр көші. Бәрінен кербез көкші асып түсір, болса егер сұлулықтың жәрмеңкесі. Бәрінен кербез көкші асып түсір, болса егер сұлулықтың жәрмеңкесі. Болған шығар? Болды.